Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Шет ауданы білім бөлімінің Бұрма жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Шатекова Қарлығаш Төлеуқұлқызы боламын. Менің көркем жазу вариативтік курсының бағдарламасы бір сыныптарға арналған. Бағдарламамның мақсаты бастауыш сынып оқушыларының жазу дағдыларын дамыту, олардың әріптер мен сөздерді әдемі, анық және сауатты жазуын қалыптастыру. Бағдарламамыздың міндеттері әріпті дұрыс жазуға үйрету, әріптердің элементтерін жазу жолына біркелкі, таза жазуды үйрету, әріптерді оңға қарай сәл көлбете жазуды үйрету, түрлі диктанттар жазу арқылы естуі бойынша жаза білуге үйрету, сөздікпен жұмыс істеуге баулу, тақырыпқа байланысты орындау шарты әртүрлі болып келген жаттығуларды орындауға үйрету, сөзді сөйлемді тақтадан кітаптан дұрыс көшіріп жазуға үйрету, көркем жазу арқылы ұқыптылыққа, тазалыққа баулу. Өзектілігі. Бағдарлама балалардың қолжазбасының әсемдік және анықтық деңгейін арттырумен қатар, ойды түсінікті жеткізу қабілетін дамытады. Бастауыш сыныпта көркем жазу дағдыларын меңгерген бала мәтін жазудағы сенімділігін жоғарылатып қана қоймай, мектепте және одан кейінгі өмірде жазбаша коммуникацияны еркін қолдана алатын болады. Бағдарлама әр баланың жазу стилін дамытуға, сондай-ақ шығармашылық қабілеттерін де арттыруға ықпал етеді. Күтілетін нәтиже. Күтілетін нәтиже төмендегідей. Әріпті дұрыс жазуға үйренеді. Әріптердің элементтерін жазу жолына біркелкі, таза жазуды үйренеді. Әріптердің оңға қарай сәл көлбете жазады. Түрлі диктанттар жазу арқылы естуі бойынша жаза білуге үйренеді. Сөздікпен жұмыс істеуге машықтанады. Тақырыпқа байланысты орындау шарты әртүрлі болып келген жаттығуларды орындай алады. Сөзді сөйлемді тақтадан, кітаптан дұрыс көшіріп жазады. Көркем жазу арқылы ұқыптылыққа, тазалыққа дағдыланады деп күтіледі. Бағдарламаның мазмұны төмендегідей, яғни тұрақталу бөлімі. Бұл бағдарламада дәрістік сабақтар мен тәжірибелік сабақтар араластырып берілген. Яғни бұл жерде тақырыбы, сағат саны, нәтижесі қарастырылған. Нормативтік бөлім ол жерде де тақырыбы, оқу мақсаттары, сағат саны, дәріс тәжірибе сағаттары, сосын нәтиже көрсетілген. Ақпараттық бөлімде, аталған бөлімде қолданылатын оқыту әдіс тәсілдері көрсетілген. Енді бастауыш сынып оқушылары, әсіресе бірінші сынып оқушылары көбіне көру арқылы қабылдайтын болғандықтан көрнекілік әдісі көп қолданылады. Сондай-ақ дамыта оқыту технологиясы, сондай-ақ балалар оқу арқылы, яғни ойын арқылы, оқыту технологиясы арқылы осы әдіс тәсілдерді қолдана отырып, төмендегідей тапсырмаларды беру арқылы осы жаңағы көркем жазу, сауатты жазу дағдыларын қалыптастыруға болады. Атап өтсек, бірінші суретті көрнекілік, яғни бейне суреттер, слайдтар, қысқа кинофильмдер арқылы дыбыстарды, сөздерді тұтас дұрыс айтуға, жазуға дағдыландыру. Екінші символдық және графикалық көрнекілік, яғни графикалық жаттығулар, сызбалар, сызықтарды дұрыс жүргізу, тағы басқалар. Үшінші каллиграфиялық үлгілер, дұрыс жазу үлгілерін көрсету. Әртүрлі үлгілерді қолдана аласыздар. Яғни баланың деңгейіне, жас ерекшелігін ескеріп отырған дұрыс. Дамыта оқыту технологиясы әріптер мен дыбыстарды сәйкестендіру, дыбыстардың артикуляциясын түсіндіру, әріптердің жазылу ерекшеліктерін көрсету, көшіру дағдысын жетілдіру, тақтадан және кітаптан сөздер мен сөйлемдерді дұрыс көшіру, оқушылардың жазғанын салыстырып қателерді талдау, диктант арқылы жазу дағдысын қалыптастыру, сөздік диктант, яғни жеке сөздер, буындар жазғызу, есту арқылы сөйлем жазу, яғни екі қарапайым сөзден тұратын сөйлемдерді жазғызу, немесе мүмкіндігінше 3-4 сөздерден тұратын сөйлемдерді көшіру, яғни қарапайым сөйлемдерден күрделіге көшіру. Мәтіндік диктант,
шағын мәтіндерді есту бойынша жазу, бұл жерде де баланың ерекшелігін, жаңағы қабілетін ескерген дұрыс. Өзіндік диктант, есте сақталған мәтінді қайта жазу. Мүмкін болып жатса, енді көмектесуге болады бұл жерде. Көрсетілім, яғни жоғарыдағы суреттік көрнектіліктерді пайдалануға болады. Ойын арқылы оқыту технологиясы, бұл яғни балалар өте жақсы қабылдайтын, жақсы көретін технология, әдіс тәсілдер. Бұл жерде мұғалім шеберлігіне байланысты ұйқасын тап, жоғалған буынды тап, жоғалған сөзді тап, сиқырлы қоржын, қай дыбысты жоғалттым, сөз ойла, тез ойла, санамақ, метаграмма, ән ба, әң ба, осы әріптерді балалар көбіне шатастырады, сондай тағы да басқа әріптермен де байланыстырып отырып, осындай ойындарды қолдануға болады. Бала ойын арқылы, көрнекілік әдіс арқылы тез қабылдайды, және де осы әдістер жүйелі түрде қолдану арқылы, оқушылардың көркем әрі сауатты жазу дағдыларын қалыптастыруға болады деп ойлаймын. Осы бағдарлама негізінде балалардың оқу жетістіктерін бағалау критерийлері төмендегідей, яғни критерийлер алынған, дескриптерлер алынған, және қолдануға болатын әдіс тәсілдер алынған. Олардың бәрін баланың ерекшелігіне, жалпы сыныпқа қарай отырып, жаңағы әдіс тәсілдерді өзгертуге болады. Сондай-ақ балаларға өзін бағалауға да мүмкіндік беруге болады. Жалпы баланың жазуға деген қызығушылығы мен ынтасы қалай болды, бағалай аласыздар. Енді осы бағдарлама негізінде бірінші сыныптарға арналған көркем жазу вариативті курсының жұмыс дәптері де жасалған. Мінекей алдыңғы бөлімінде жас дос деп, яғни балаларға осы жұмыс арқылы, осы жұмыс дәптері арқылы не меңгеретін, не үйренетін барлығын атап өттім. Одан кейін оларға өздеріне шартты белгілер таныстырылады, жаңағы өзін-өзі бағалау кестесін көрсетіледі. Одан басқа арғатай тақырыптар жүйелі түрде орналастырылады. Бұл жерде, яғни тақырыптар бойынша алғашқы бөлімде балалар бастырып жазу, әріппен танысу сияқты жұмыстарды атқарса, одан кейін келесі бөлім өзіндік жұмыстарға арналады. Бұл жерде көшіріп жазу да қарастырылған, бастырып жазу да қарастырылған. Және өзіндік жұмысқа да уақыт беріледі, орын берілген. Бұл жұмыс дәптерлері 34 сағатқа негізделіп жасалған. Сондай-ақ осы бағдарлама негізінде бірінші сыныптан алған көркем жазу вариативті курсының қысқа мерзімді сабақ жоспарларда жасалды. Бұл қысқа мерзімді сабақ жоспарлары ұстаздарға көмекші құрал ретінде ұсынылады. Яғни бұл 34 сағатқа жасалды, құрылды. Бұл жерде сабақтың, жаңағы сабақ әрекеті кезіндегі, сабақ кезіндегі оқушының да, педагогтың да әрекеттері қарастырылған. Сондай-ақ бағалау түрлері де, қандай ресурстарды қолдануға болатыны бәрі қарастырылған. Бірақ алдағы оқу жылында мысалға келетін бірінші сынып оқушылардың ерекшеліктеріне қарай, қабілетіне қарай зерделей отырып, оқу жылының басында соған байланысты КМЖ, яғни осы қысқа мерзімді жоспарларды өзгертуге болады, түрлендіріп, өзгертіріп қолдануға болады. Өйткені ерекше білімді қажет ететін балалар болуы мүмкін, немесе жаңағыдай басқа да қабілеттері, талаптары әртүрлі деңгейде болатын балалар болуы мүмкін. Яғни солардың ерекшелігін, жас ерекшелігіне қарай отырып, осы КМЖ-ны да құрастыруға, әрқатай өзгертуге болады. Енді осы бағдарлама негізінде апробация анықтамасы дайындалды. Енді соның қорытындысымен қысқаша таныстырайын. Бірінші сыныпта оқушылар алғаш рет көркем жазу пәнімен танысып, жазу дағдыларының бастапқы негізін қалыптастырды. Бұл пән оқушылардың қол моторикасын, зейінін, ұқыптылығын және әдемі жазуға деген қызығушылығын дамытуға бағытталған. Оқу жылы бойында оқушылар
әріптердің пішінін танудан бастап, оларды дұрыс, біркелкі және әсем жазуға дейінгі кезеңдерден өтті. Оқушылар әліпбидегі әріптердің бас және кіші түрлерін жазуды меңгерді. Әріптердің элементтерін ажыратып, оларды белгілі бір ретпен жазу арқылы әріптердің дұрыс жазуына машықтанды. Сонымен қатар, әріптерді бір-бірімен байланыстырып жазуды үйреніп, буын, сөз, сөйлем жазуға қадам жасады. Әріптердің сызыққа дұрыс орналасуы, көлбеулігі мен өлшемін сақтау бұл оқу жылының басты назарында болды. Сабақ барысында оқушылар қаламды, қарындашты дұрыс ұстау дағдыларын меңгерді. Жазу кезінде дене сымбатын дұрыс ұстау ережелерін сақтауды үйренді. Әріптердің сызық бойымен дұрыс, біркелкі және таза жазуына назар аударды. Буын, сөз, сөйлем жазу арқылы ойды жазбаша жеткізуге бейімделді. Тақырыпқа сай, шағын мәтіндер мен жаттығуларды ұқыпты орындап, көркем жазу дағдыларын бекітті. Жыл соңында оқушылар көркем жазудың негізгі талаптарын меңгеріп, жазу дағдыларын күнделікті оқу процесінде қолдана алатын деңгейге жетті. Жазу сауаттылығы артып, қол қозғалысы мен жазу қарқыны жақсарды. Балалар өз жазбаларына сын көзбен қарап, ұқыпты жазуға дағдыланды. Сондықтан да көркем жазу бағдарламасы қазіргі заман талабына сай жаңартылып, оқу үдерісінде кеңінен қолдануға ұсынылады, болады. Назарларыңызға рахмет. Мен өзімнің жаңағы айтып өткендей көркем жазу бағдарламасымен қысқаша таныстырып өттім. Яғни бұл бағдарлама бастауыш сыныптардың бірінші сыныбына арналған. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қарлығаш мұғалім, сіздің ұсынған авторлық бағдарламаңыз көңілімізден шықты. Бірінші сынып оқушылардың жас ерекшеліктеріне және оқу бағдарламасына сай жасалған екен. Сіздің түсіндірмеңіз өте түсінікті және болашақта қолдануға өте сондай бір жақсы қызықты әдіс тәсілдерді қолдануға арналған көптеген тапсырмалар қамтылған екен. Рахмет сізге, шығармашылық табыс тілеймін. Сәттілік. Сіздерге де рахмет, сәттілік, Замира мұғалім. Өте жақсы жасалған екен. Бағалау критерияларда өте көп әдіс тәсілдермен алынған екен. Жақсы. Рахмет, Замира Ерепівна, рахмет лебізіңізге. Рухият, сізді тыңдап отырмыз, рахмет. Қарлығаш мұғалім, еңбегіңіз жемісті болсын, өте тамаша жасалған жұмыс екен. Өзімізге керегін алып отырмыз. Енді болашақта басқа да әріптестерімізге пайдасын тиетін үлкен бір жақсы бағдарлама деп ойлаймын. Болашақта бірінші сынып оқушыларына осы бағдарламамен жұмыс жасаса, сізді жеткен дәрежеңізге жетіп, әріптестерге көп көмек болады деп ойлаймын. Сізге көптен көп рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. Бұдан да жақсы авторлық бағдарламалардың авторы бола беріңіз. Сәттілік жұмысыңызға. Амин, рахмет, сіздерге де сәттілік. Алдағы уақытта айта кететін бір жайт, осы жаңағы балалардан мен өзі қиындық көрген мәселелердің бірі, балалар көбіне айтылу, өзі қалай айтады, сөздерді сөйтіп жазады екен да. Сол бойынша мен енді болашақта өзімнің жоспарым мынау осы көркем жазу бағдарламасына қосымша ретінде жаңағы хрестоматиясын дайындамақпын. Қалай ойлайсыздар, дұрыс деп ойлайсыздар ма? Ол шешімімді менің хрестоматия болса, балаларға біршама үлкен көмек тиетін сияқты. Көмегі болатын. Әрине, осы ретте тоқтап қалмай ары қарай жалғастыру керек, хрестоматиясын жасау керек, дидактикалық материалдарын жасау керек осы жұмыс бойынша. Тоқтамау керек. Дидактикалық материалдар да қажет болады, кесте арнайы. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Қазір барлықтарымызда мектеп табалдырығында келген жас өспірім балалардың тілдері толық дамымаған, сөздерді толық айта алмайды, тіл мүкістігі бар. Сонда балалар өте көп. Сондықтан осы
ұсынылған оқу бағдарламаңызға жаңағыдай хрестоматияны құрастырып, балалардың тілін дамытуға, жаттықтыруға арналған көптеген тапсырмаларды құрастырып шығарсаңыз өте тамаша. Дұрыс айтасыз. Сәттілік. Аха, рахмет. Иә, Сәмире. идея өте жақсы. Сау болыңыздар, рахмет. Аха, сау болыңыздар, аха. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Амандықта болайық.